қазір көшеде білесіздер, діни қызмет, діни бірлестіктер заңға сәйкес көшеде насихат бұрынғыдай жүрмейді. Олар жүретін болса, құқық қорғау саласының қызметкері не істейді, оны жауапқа тартады. Яғни әкімшілік шара көру мүмкін, ісіне қарай. Насихат қайда жүреді? Насихат бұл интернетте. Егер бала дінге құштар болатын болса, ата-анасы оны өзінің жергілікті, яғни мешітке барып, имамның қолына беру арқылы діни сауатын көтеруге болады. Яғни онда да бірақ сабақтан тыс уақытта, каникул уақыттарында, онда да ата-ана өзінің жеке қадағалауымен болады. Бұлай интернеттен дәріс алуға біз қарсы боламыз. Ата-анасы баласының ұялы телефонын алып берді, интернет үйіне орнатты, бірақ ол соны баласы не көріп, не қылып жатыр, естіп жатыр. Соны көрген осындай қадағалау болмағанның салдарынан баласы бірнеше айда ДДА-ның мөлшері болып кеткен азаматтар да болды. Бұл жерде яғни 14 пен 29 дейтін болсақ, жастар санатына кіретін азамат, азаматшалардың яғни оның ішінде дінге қызығушылық болған, я болмаса психологиялық тұрғыда бір күйзелісте жүрген азаматтар болуы мүмкін. Отбасында бір жолы келген азаматтар болады. Біздің бөлімнен бөлек біз интернет және бақ бөлімі бар. Мақсат осы әлеуметтік желідегі мынау деструктивті ағымда, оның ішінде бір қатты кеткен, сонда бір діни топтарға қарсы тұру үшін осында бір жазбалар, қысқаша болса да, болмаса видеороликтер деген сияқты ондай біз жасап жатырмыз. Қалада болсын, аудан болсын, ауылдық округ болсын, отбасылық әке-шенің, ата-ананың, атасы мен әжесінің, ақсақалдарымыздың одан қалды, солардың рөлінің жоғары болуы, өйткені тәрбие бұл жерде бірінші отбасылық тәрбиеден шығады ғой.